Ал саламатсыз, бүгін мен әжемнен кішкентай бір отзыв алайын дедім. Ал енді апа кішкене өзіңіз жайлы айтсаңыз. Менің атым Дина. Екі көзімнің ауырып, өткен жылдары оң көзіме операция жасаттым. Онан кейін сол көзіңе жасат деп маған ақыл беріп еді, оғылы құрса да мен бара қоймадым. Аяғымнан жүре алмай, бара алмай қалдым. Сонан мынау алоэ вераның жиенім мына Банудың қызы. Сол алоэ верадан маған алып кеп берді. Осының тамызыңыз көзіңізге жақсы болады деп. Сол айтқандай мынау сол көзімнің ішіндегі бұлдырағаны кішкене басылып, қазір жақсы, екі көзім жақсы көреді. Бірақ дегенмен де бар, дегенмен әлі тамызам. 1000 дауа нәрсе енді. Енді өзі басқадай витаминдерін алып атырым. Ол витаминдер қалай деп айтайын, мынау сүйектерімді кішкене бекітіп, жүріс-тұрысым бәрі дұрыс, былай көңіл күйім бәрі жақсы. Бұрынғыдай емеспін, бұрын кішкене өзім тез шаршап жатқым келіп жатып қалам. Ең аяғы ана кухняға барып шай ішкеннің өзінде әлсіреп, әзір барып әзір келетім. Қазір иншалла жақсымын. Осы алоэ вераның осы витаминдерінің арқасында. Ол витаминдерді мен алмай жүргем айтқанда, бірақ менің туған күнім 85-ке келгенімді тойлағанда менің немерем, сол немере жиенім Айдана маған 70.000 витамин подарить етті. Соны ішіп бастап, сонан кейін дәніккенен кейін өзім сатып алып атырым. Қазір жақсымын, жаман емеспін, бірақ енді мына екі аяғым сынып кеткен ауру ғой. Аздап мазын жағып атырым. Мазын жаққан кезде жақсы болып қалам. Дегенмен енді жаман нәрсе емес, жақсы нәрсе. Ақша өңештен өтпейді. Сол витаминді ішіп, кішкене әл жинап, көп көрім сайрап отырым қазір. Жасыңыз нешеде? 85-ке келдім. 85-ке толдым, 85-ке асып барам ғой енді. Алланың берген жасын жасап атырым, бірақ бір күнде болса, біреулер айтатын соң, бәленбай мұның дәрісін ішіп, витаминін жеп қайтеді екен қартайғанда деп, бірақ бір күнде болса жаным қиналмайды, рақатқа басып отырым қазір. Бұрын жүрегім қайта әлсіреп жата беретім де, қазір екі аяғым кішкене екі демнен басылмаған болмаса, көңіл күйім бәрі жақсы.